Саламатсыздар ма, алтын оқырмандарым? Бүгін мен армандау жөнінде айтатын боламын. Каналыма тіркеліп, пікір жазып, видеоны соңына дейін қараңыздар. 5 нәрсе бақытсыздықтың белгілері екен. Бірінші, жүректің қатаюы. Екінші, көзге жас келмеуі. Үшінші, ар ұяттың азаюы. Төртінші, дүниеге тым қызығу. Бесінші, ұзақ армандау, яғни бос қиялдау. Міне, бүгін мен осы армандау жөнінде айтпақшымын. Дұрыс армандай білесіз бе? Міне, осы сұрақты өзіңізге қойып көрдіңіз бе? Күніне бір мезгіл болсын өзіңізге сұрақ қоя біліңіз. Кез келген арман орындалады. Тек дұрыс мақсат құрғанда ғана. Ал дұрыс мақсат құру үшін өзіңіздің жеке ерекшелігіңізді, қабілетіңізді анықтауға жетсіз. Кейде адамдар қиял мен армандауды шатастырып алады. Қиялдап жүреді де, ал өзі армандап жүрмін деп ойлайды. Есіңізде болсын, армандар орындалады. Армандардың орындалуы әр адамның тікелей өзіне, еңбегі мен ниетіне байланысты. Арманға сізді тек жеткізетін көпіріңіз болу қажет. Сол көпірді құрған кезіңізде сатылап жүре бастайсыз. Демек, сізді шыңға шығаратын сиқырлы таяқша жоқ. Тек ниет етесіз, әрекет етесіз, нәтижеге жетесіз. Психологияда мақсат құрудың өз формуласы бар. Яғни тек қиялдап жүре бермей, менде бәрі жақсы деп өз-өзіңізді алдағанша, тек армандап жақсы нәрсе ойлай біліңіз. Достар, ұйықтар алдында армандаңыз. Ұйықтау дененің және бизнестің пайдасы үшін. Неліктен подсознание жұмысына бағытталған барлық әдет ғұрыптар мен рәсімдерді еркін жағдайда орындау ұсынылады. Өйткені физикалық шиеленіс болмаған жағдайда подсознание күші әрқашан бірнеше есе артады. Бұл санадан тыс ақыл ойдың түсінде дене толығымен демалу кезінде ең тиімді жұмыс істейтінін білдіреді. Көпшілігіміз оны мүлде қолданбаймыз деп елестетіп көріңізші. Яғни біз жағдайды түзетуіміз керек. Біз ұйықтар алдында күнделікті армандар мен жоспарларымызды орындай бастаймыз. Өзіңіз қалаған кез келген сәттерде қиялыңызға салыңыз. Оның үстіне материалдық заттар ғана емес. Көліктер, саяхаттар және үйлер. Барлық кез келген нәрсені армандай біліңіз. Деніңіздің саулығын армандаңыз. Бала-шағаңыздың өмірін армандаңыз. Отбасылық қарым-қатынастың қалай жақсарып, денсаулықтың нығайып, күш-қуат қосылғанын елестетіңіз. Өзіңіздің жақсы көңіл күйіңізді елестетіңіз. Күлімсіреу, жеңіл жүріс және де көңіл күйіңіз керемет көзқарасты елестетіңіз. Жұмыста қаншалықты жақсы жұмыс істеп жатқаныңызды, ұшқыр ойыңыздың күшейіп жатқанын ойлаңыз. Міне осы ойдың бәрін армандаңыз. Осыны сіз ережеге айналдырыңыз. Ережеге айналдырыңыз. Армансыз және жоспарсыз ешқашан ұйықтамаңыз. Сіз олардың орындауына сенесіз бе? Әлде ойланбастан басыңызда әдемі суреттер жасайсыз ба? Маңызды емес. Ең бастысы оң энергия өрісінде ұйықтау, жақсы көңіл күйде болу. Жаман ойды ешқашан ойламаңыз. Ал бейсаналық сананың өзі ненің мүмкін, ненің болмайтынын анықтайды. Мәселе жалпы алғанда біздің барлық кемпір-қосақ қиялдарымызды міндетті түрде орындалатынына емес. Бірақ біз түні бойы санадан тыс санамызды құнарлы емдік жолмен жұмыс істеуге мәжбүрлейміз. Күндіз бізде ондай мүмкіндік жоқ. Себебі күндіз біз тірліктермен жүреміз. Миымыз ешқашан демалмайды.
Тек ұйықтағанда ғана миымыз демалады екен. Сол себепті армандаңыз, достар. Армандар орындалады. Ниетіңізді дұрыстаңыз, Алладан сұраңыз. Сәттілік, армандарыңыз орындалып, бай қуатты, деніңіз сау бола берсін. Достар, менің каналыма тіркеліп, пікір жазып, қоңыраужаны баса кетіңізші. Сіздің қолдауыңыз мен үшін өте маңызды. Қазақ арнасының дамуына үлес қосады деген үміттемін.